Білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингіне арналған оқу сауаттылығы бағыты бойынша тест спецификациясы туралы айтатын боламын. 9 сынып бойынша. Негізгі тесттің мақсаты білім алушылардың білім сапасын негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптарына сәйкес бағалау. Негізгі тест міндеті оқушылардың білім берудің келесі деңгей материалдарын игеру дайындығы мен функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру деңгейлерін бағалау. Жалпы бұл жерде тапсырма мазмұнының негізгі сипаттамасына тоқталатын болсам, тест қазақ, орыс, ағылшын тілдері бойынша 3 мәтіннен тұрады. Әр мәтінге тест тапсырмаларын орындау бойынша нұсқаулық беріледі. Оқу сауаттылығы бағыты бойынша бір нұсқада берілген тест тапсырмаларының жалпы саны 30. Қазақ тілінде 10 тест тапсырмасы, орыс тілінде 10 тест тапсырмасы, ағылшын тілінде 10 тест тапсырмасы. Әр мәтіндегі сөз саны 300-ге дейін. Оқу сауаттылығы бойынша тест тапсырмаларының мазмұны ақпаратты түсіну, мәтіннің құрылымы мен негізгі ойын түсіну, мәтіннің стильдік ерекшеліктерін тану, түрлі дереккөздерден ақпарат ала білу, мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау, түсіну және жауап беру, анализ және интерпретацияға құралған. Тест нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы, бұл жерде тест тапсырмаларының қиындығы 3 деңгейде беріледі. Базалық деңгей 30%, орташа деңгей 50%, жоғары деңгей 20% болады. Базалық деңгей 30% құралады дедік. Мәтіннен таныс ақпаратты таба білу, мәтіннен мазмұны мен күнделікті тұрмыстағы кездесетін жағдайлар арасындағы байланысты табу, мәтіннің басты тақырыбы, автордың мақсатын анықтау, оқырманға көмек ретінде берілген ақпаратпен жұмыс жасай білу. Орташа деңгейдегі тапсырмалар мәтіндегі басты идеяны анықтау, өзара мазмұндық байланысты немесе мәтіннің құрылымын түсіну, мәтіннің ерекшеліктеріне негізделген кереғарлықты анықтау, салыстыру, жеке тәжірибеге сүйене отырып, мәтіннің ішіндегі және мәтіннен тыс өзара байланыстарды салыстыру, ақпараттың бірнеше бөліктерінің арасындағы ара қатынасты анықтап талдау, мәтіннің бірнеше бөліктері арқылы басты идеяны анықтау, біртұтас күйде берілмеген ақпараттың бірліктерін тауып байланыстыра алу, мәтіннің тұтас мағынасына сәйкес тілдік ерекшеліктерін түсіну, мазмұн мен форматына бейтаныс көлемді әрі күрделі мәтіндерді түсіну болып табылады. Жоғары деңгейде 20% құрайды. Бұл жерде мәтіннен қажетті ақпаратты толық ала білу, қарама-қайшы берілген ақпарат негізінде жеке шешім қабылдау дағдыларын көрсету, қарама-қайшы ақпаратты оқырманның болжамдарына сәйкес келмейтін мәтінді түсіну, мәтіндегі ойдың астарын түсіну және оқырмандық интуицияны пайдалану, академиялық білімге сүйеніп, бейтаныс мәтінге түсінік беру және түйіндеу. Тест тапсырмаларының негізгі формасы бір дұрыс жауапты жабық формадағы тест тапсырмалары болып саналады. Тест тапсырмаларының орындау уақыты, тест тапсырмаларының орындалу уақытының орташа ұзақтығы 1,5-2 минут. Жалпы тестті орындау уақыты 60 минутты құрайды. Жалпы тестті орындау уақыты мәтінді оқуға жұмсалатын уақытты ескере есептелген. Жеке тест тапсырмалар мен жалпы жұмысты бағалау. Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін оқушы 1 балл, тест нұсқасын толығымен дұрыс орындаса 30 балл жинайды. Оқу сауаттылығы бойынша материалдар дереккөздері білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес публицистикалық очерктер, бақ материалдары, репортаждар, эссе, ғылыми